Сәлем достар, бүгінгі сабақта біздер юзерлардың кім не жіберіп жатқанын көргіміз келеді. Яғни тек қана ID-шка емес, еще атын, сосын никнеймдерін сақтағымыз келеді. Болашақта админдар кім не жіберіп жатқанын білу үшін. Тек қана ID-ні білетін болсақ, онда ол қиын. Ол қандай адам екенін білу. Сондықтан олардың аттары және никнеймдері керек болады. Мен мұндай форматта сақтайын деп жатырмын. Типа мынау notes болады. Мынау болса nickname. Мысалы айтамын. Сосын full name ба? Қалай олайықта name ба деп просто. Давайте full name деп қояйық пока что өзімізге. Осындай форматта сақтағым келіп тұр. Копи тұра берсін пока. Бірақ ол үшін бізге мына ноутстардың бәрін өшіру керек. Себебі басқа форматта сақтайын деп жатырмыз. Негізі миграция деген нәрсе бар. Мысалға бұрынғы форматтан новый форматқа өтетін кезде бір рет миграцияны жазасыз. И ол мысалға мыналардың бәрін толтырып шығатын еді. Так как бізде бұл кішкентай проект, оның бөлек миграция жазып, ондай басқа тұрған қажет жоқ пока что. Әлі продакшнға да шыққан жоқ. Продакшнға шығатын болса, онда миграция жазу керек болатын еді. Так, енді осындай нәрсені қалай жасаймыз? Давайте бірінші удалить етейік мыналарды. Және де біздің ботқа, так, bot service, app.js, admin service. Біздің ботқа ең бірінші рет сообщение келген кезде, user сервиста, save note деген кезде, біздер соның нотстарын создавать ету керек біз ғой. Және заодно сол атын бәрін қойып шығамыз. Яғни бізге мынаяқта тек қана автор ID мен note емес, бізге тағы да бір-екі нәрсе керек болады, Так, async деп ғой. Мынаяқта приватный функция создать етеміз. Function save user details деген. Және де user details'ın ішінде бізде не болады? Ол name, жаңағы full name да? Full name. Ой, блин. Full name және nickname. Вот осыларды сохранить ету керек. Бірақ көрейікші App.js-те save message дегенде оның ішінде full name деп атала ма екен? Қарайық. ctx. Қалай get context user ID. Message from ID да. Message.from. И міне first name деген бар екен. Username деген бар екен. И last name это болу мүмкін, болмауы мүмкін да. Окей, солды бізге жетеді. Енді get context user ID-дің орнына, орнына емес, сол сияқты тағы да функция өтеміз. Get context user nickname return from .id емес, chat message. Қалай? Мынаяқта жаңа болайынды ғой. Username. Username. Get nickname'ді алып саяқ, username дейік. И тағы да біреу. Get context user full name дейміз да.
return context.message.from.first name плюс пробел плюс, то есть атын жазамыз, сосын пробел қоямыз да и фамилиясын қоямыз. context.message.from.last name. Так, мынаны алайық, мына салайық, сосын мынаны алайық, тоже экспорт жасаймыз секунде. Так, все. Так, юзернеймді алдық, фулнеймді алдық. Енді әптің ішінде, пока что ішінде емес, бірінші мынаяққа біз save note'ның ішіне жаңа нелерді қосуымыз керек еді. Бірақ оны каждый раз save note жасаған кезде, каждый раз жасап отқан насколько правильно. Потому что save note'ның жұмысы ол тек қана сохранять, да. Поэтому save user details public болсын. No full name, no username. Так, енді не істейміз? И еще ID-шканы білу керек бізге. User ID. Енді мынаяқта бар ғой бізде get user notes деген. Get user file name деген бар. Осы арқылы қазір файлды аламыз. Бірақ get user notes деген get user data дейік мынаны. Точнее, мынаны F2 арқылы переименовать етейік. Get user data. Потому что бұл уже тек қана notes емес, ішінде басқа да информация болады, сондықтан переименование жасау керек. Және де мына жерде бізде егер ішінде ешне болмаса пустой нені қайтара алмаймыз ғой. Потому что ол уже просто не емес, notes емес. Оның ішінде notes бар. Еще full name бар. Undefined, да. И username бар, тоже undefined. Бірақ undefined орнына null десек те болады екен негізі. Null дейік. Так, енді get user file name, save user notes да. Бұл нормально. Так. Жаңа форматқа қалғандарын өзгертіп алу керек, пока save user details'ты бастамай тұрып. Сондықтан бұл өзгеріс қандай жерге тағы да әсер ететінін ойластыруымыз керек. Біздерде дата бар. Бұл бірақ note. Мынаны дата емес, note data дейміз. Себебі ол просто дата емес, именно notes деген филдқа кіретін информация бұл. Себебі мынаяқта информация былай болады, да. Username, мысалға Алихан Ойтан, full name точнее. Сосын username Ойтан notes. Раньше тупо мынау болатын. То есть нам бәрі жоқ болатын, даже notes деген объект жоқ болатын, тек қана мындай array болатын. Нақты файлды удалить жасады, көрсетейін десем. И тек осының ішіне кірген кезде ғана там created add some date, да, бір какой-то мысалға 2023 там 04-10 и там бір сағат там, например. Потом не болды? Note болды, да, вроде. Мне note, да.
это some note text. И потом автор ID. И автор ID сейчас уже не имеет смысла сюда вставлять. Поэтому оны алып тастайықпыз автор ID-ді. Create. Потому что файлдың атынан и мына жердегі full name, username арқылы еще файлдың атынан да ID-шкасы бар ғой. Автор ID-ді каждый раз одинаково болады да бір файлдың ішіне. Почему? Потому что біз до этого неге автор ID-ні сохранять? Потому что барлығы бір файлда болды, естерінде ма? Ең басында бір файлдың ішіне бүкіл юзерлардың не ноуттары болды, заметкалар. Енді соны алып тастаймыз. Себебі бір файлда бір заметка ғана, бір автордың заметкалары ғана болады. Так, не алып мысалы const data. Бұл пример ретінде осылай бізге тұрады мына жерде. Енді қараңдар, мынандай болады бізде да. Node created болды, басқа ештеңе жоқ. Енді data to be saved, окей. Get user data деген бұл nodes емес енді. Бұл user data. Ой, давайте через F2 опять. User data. User data ішіне push жасамаймыз енді. Nodes'ның ішіне push жасаймыз. Понимаете, да? Вот мына жерге push жасаймыз, мынаның ішіне. Вот соны өзгерттік. Енді save user nodes дегенде біз save user data деу керекпіз. Save user data. Автор ID это чтоб ана файлдың атын табу үшін. Сосын user data. Осын ішін тексерейік. И ішіне просто сохранить сол датаны. Поэтому ничего здесь менять не надо. Так. В принципе, осы жұмыс жасау керек. Даже мне на save user details болмаса да, бұл жұмыс жасап тұру керек негізі. Поэтому біздер давайте run жасап көрейік. Так, cd first telegram bot no daemon src app.js. Так, лист деген жұмыс жасамайды, кстати, соны өзгертуіміз керек қазір. Но давайте бірінші ноутты тексерейік. Ноут али. Так. Оны тоқтап қалды ғой манағы ошибкадан кейін. Давайте мынаны тоқтатып қайтадан не етейік. Ол жаңа листта ошибка болып қалды. Так, вроде сохранил. Так, undefined деп тұр. Undefined.json деп тұр. Соны қазір. Ну, төрт рет сохранить еткенге қатты мән бермеңдер. Это потому что ошибка болған кезде, ну, Димон солай жасайды, короче. Манағы ошибка үшін. Но в целом біз түсініп тұрық да, что бірнәрсе жұмыс жасап жатыр. Бірақ undefined жұмыс жасамайды, сосын list жұмыс жасамайды. Ну, точнее, user ID-ді дұрыс сохранить еткен жоқ. Көрейік. Node ішіне user ID-ні алады осылай. User context user ID. Но дұрыс. User ID дұрыс. Значит, save node-ның ішінде бір проблема. Save node-ның ішінде на автор ID қолданбай тұр. Да, почему-то. Почему? Вот, get user data, біз node data автор ID дейді. Бірақ node data-ның ішінен user автор ID-ні алып тастадық қой біз. Сондықтан былай істеу керек. И мына жерде былай істеу керек тоже. Так, енді осы проблема негізі шешілуі керек. Да, потому что node data-ның ішіндегі автор ID-ні алып тастадық. И біз node data.автор ID дегенде undefined болып отыр, сол үшін undefined-ның ішіне сохранить етіп отыр. Бірақ біз мына жердегі передавать еткен автор ID-ні қолдануымыз керек. Сол кезде проблема болмау керек. Node
қазір новый файл создавать ету керек кәдімгі ID-шкамен. Бірақ мынау тұра береді, мынаны удалитпейді ешкім. Ну, давайте ABC. Вот, ID-шкамен ABC деген нод. Full name, username пока пустой болып тұр. Енді менде мындай идея бар. Жаңағы full name и username-ді қалай сақтап болады деген. Қазір оны қолданайық. Так, undefined дегенді удалитсам, в принципе, мынаны удалить етуге болады. Так, енді app.js-ның ішінде бізде start деген команда бар. Давайте start деген команда болған кезде сохранить етейік соны. Start деген команда болған кезде біз файл создавать етейік, сол юзердің. И ішіне full name мен username-ді сохранить етейік, и notes деген пустой array создавать етейік. То есть, мұндай дата қояйық, бірақ мына іші пустой болады, потому что әлі заметка жоқ деген сияқты. Осындай не создавать етейік. Контент, да? Осы user id.json. Так, мықты first name-ді қолданған. Ладно, ол бізге қазір керек емес. То есть, мынау сообщение үшін керек, тұра берсін. Бірақ бізге басқа бір жұмыс жасау керек та мына жерде. Мына сообщенияларды сохранить етіп, қандай сообщение жіберейін деп отқан. Сосын мына жерде ғана жібер. То есть, соғанға дейін біз файлды сохранить етіп алу керекпіз. Так, айтайық. Wait емес, user, да, вроде, user service .get context user, так, қайда, ну, аталайды. Жаңа создавать еткен save user details, оны потом get user, ой, bot сервис шипасе. Bot сервис. Контекстпен жұмыс жасайтын бізде bot сервис қой. Get user full name, const full name. Контекст береміз просто. И const username равняется bot service.get context username. Get context username деген не о чем екен. Давайте переименуем это. Просто username. Что-то өзгермеді ма? Get context username. Get context username, get context full name дей салайық прямой. И мына жерде получается full name. Потому что понятно, кімнің full name екен, юзердің full name екен, понятно. То есть слишком долгое описание будет. Так, не деватор, вот же он. Экспортты өзгерту керек. Так, енді мына жерде біз await user service .save user data. Бірінші full name, потом user name, потом user ID. Так, save user data. Save user details. Потом full name, username, user ID. Full name, username, user ID. Хорошо. И мынау еще асинхронный болу керек. Потому что біз қазір асинхронный функцияларды қолданатын боламыз ішінде. console.log saving user details for
user ID. Так, бірінші тексеріп алайық, оның вообще датасы существует или нет. Если существует, то чисто апдейт жасаймыз. То есть, мысалы, может аты өзгерген шығар, или юзернейм өзгерген шығар. Егер не существует, то с нуля создавать етеміз. Қалай жасаймыз? Бірінші get user details, да? Или get user data. Ол үшін бірақ бізге get user file name керек. Get user data десең, ол user file name алып болады екен. User ID значит керек тек қана. Так, const user data равняется wait get user data и user ID. Бірақ ол не істейді? Ол мұндай пустойды нетеді. В принципе, ол бізге даже хорошо, значит біздің жұмысымыз жеңілдетеді. Біз просто мынаны өзгертемізді и сейв жасаймыз. То есть в любом случае біздің апдейт та create та бірдей операция болады. Вообще біздің мынандай шешіміміз, осындай жасаған решениеміз өте қолайлы болып тұр. Көп жерде байқаған болсаңдар, может байқаған жоқсыңдар, бірақ біз мына ответ арқылы бізге по сути пофиг, бұл файл существует или не существует, да? Көп жұмысты жеңілдетіп жатыр негізі. Қатты көп проверка жасап жатқан жоқпыз сол үшін негізі. Бірақ егер ондай форматта жұмыс жасамады, просто мына жақта undefined қайтаратын болғанда, например, да, онда бізге көп нәрсе өзгерту керек болатын еді, мына кодта күрделі болатын еді. То есть осындай өте простой решение арқылы біз өзіміз жұмысымызды жеңілдеттік негізі. Так, user data алдық. User data full name равняется full name. То есть user data ішіндегі full name, міне мына full name'ға теңестіріп жатырық, апдейт жасап, да? И user data username-ді мына username-ге теңестіреміз. Full name, username и notes бар. Notesқа тиіспейміз, потому что мына жақта чисто user details. Notes это басқа команда, да? И осыны өзгерткеннен кейін біз сохранить ету керекпіз еще. Await минус await-ны ұмытпаңдар қолдануға всегда. Егер асинхрон функция шақырып жатсаңдар, await-ті қолдануға ұмытпаңдар. И save user data. Save user data, user ID. И мына жақта notes деген. Негізі notes емес, data болу керек. Қазір өзгертеміз, ничего страшного. User data. И мына жерде мынаны өзгертейік. То есть біздің user details дегеніміз ол full name and username, data деген оның барлығы, да? Full name, username, notes оның барлығын data деп атайтын боламыз. То есть осылай өзімізге бір нені нақтылап алдық, да? Лексикон дей ма, или там vocabulary ма өзіміз үшін, чтобы шатаспау үшін. Жерде мына details деген кезде түсінеміз, ол full name and username. Или там data десе, это значит full name, username, notes, ну, то есть барлығы. И егер notes десе, чисто notes жаңағы массив тек қана деген сияқты. Солай өзіне нақтылап алсаңдар, онда шатасу қиынырақ болады. Шатаспау өте маңызды нәрсе. Так, окей, сохранить етті. В принципе, болды бізге онда. Давайте стартты басайық. Ну, байқасаңдар, бізде мына жақта ештеңе жоқ әлі. Енді стартты басу ғана қалды. Так, ошибка. User ID is not defined. Себебі мына жақта user ID деген, бірақ мына жақта user ID-ні алмағанымда. Сол үшін мына жақта const user ID равняется bot service.get context user ID. Так, давайте битик
контекст деген сөздерді алып тастауға болады. Себебі неге контекст болды баяғыда? Потому что бізде бір тек қана service.js деген файл болды. И соның ішінде әртүрлі user сервиста, админ сервиста, бот сервиста бәрі бір жерде болғандықтан бізге контекст деген сөз керек болды да, чтобы понимать, ол жаққа біз именно контекст аламыз и соның ішіне қайтарамыз. Но так как бізде мына жақта бот сервис, сондықтан контекст деген сөзді алып тастауға болады негізі. Get user ID, get username, get full name, get что dedi, get first name dedi. Okay. Get remove command from text dedi. Text dedi. Okay. Remove command from text қаяқтан қолданады? Давайте мынаны тоже өзгертейік. From message дейік. И мынаны тексті message дейік. Жоқ, мынаны context дейік. И мынаны өзгертейік. Просто контекст береміз, ал өзі тауып алады, қаяқтан алып тастау керек екен. То есть мына жақта біз контекстті ғана береміз, да? Басымызды ауыртпай. Так. Мына жерде сосын жаңа rename F2 арқылы rename жасадым ғой, мыналарды get username, get context алып тастап. Осылай өзгертіп салатыр да мына жақта. То есть мына функцияны бер, бірақ басқаларға импорт жасатқан кезде мындай атты қолдансын деп жатыр да. Солай rename солай жұмыс жасап жатыр да. Бірақ біз жоқ, осылай болсын деп алып тастаймыз просто. И ана жақта өзіміз қолмен апдейт жасаймыз. Так. From message get еще контекст деген сөзді іздеп көрейік. Вот. Просто поиск жасайсыңдар и керек жерлерін алып тастайсыңдар. Текст дедік. Тоже жоқ та. Все. Значит, в принципе, жұмыс жасау керек. Бірақ бізге керегі это мынау full name, username, user ID. Все, нормально. User ID бар енді. Так, мынау папка пустая. Старт. Тағы да бір қате. Get user ID. Post service get user ID. Get user ID. Так, қандай қате? Ондай функцияны таба алмайды. Мынаны как я упустил? Странно. Так, жаңағы renaming'тан проблемасы бар ма? Так. Енді былай істеп жатыр. Неліктен? Потому что бірінші рет да сразу түк-түк деп ответ жасады. Потому что айттым ғой, no деймін. Қате болған кезде ол сөйтіп соңғы запросты қайталай береді да, Telegram. Фейл болған запростардың бәрін қайталайды. И сол запростарды қайталағандықтан ол алады да мынаны перезаписать ет. Но из-за того, что бізде бірнеше рет фейл болды, осылай, короче, бірнешеуін нетеді да. Давайте қарайық, no деймін, осы db деген нені әлі игнор жасап жатыр ма? Вот, no болмағандықтан ғой. No db болу керек по идее. Сол кезде енді мынаның ішіндегі өзгерістерге қарамайды да. Потому что ол өзгертеді, потом снова запускать етеді. Өзгертеді мынаны, қайттан запускать етеді, түсіндіңдер ма? Бірнеше рет фейл болғандықтан.
бірнеше рет запускать ете береді да NoDaemon серверді. Сондықтан осылай болады. Ну, алдындағы баққол 2 ма 3 па сабақ бұрын түсіндірген. Просто игнорды өзгертуге ұмытып кеткенбіз ғой. Негізі по красоте мынау вообще environment variable болғанда, чтоб чисто оттуда. Ну ладно, это уже слишком. Так. Тағы да бір рет жасап көрейік. Все нормально. Бірақ перезапустить нам надо, потому что ана игнордың несі өзгерген жоқ қой. Мына жерде игнор жасадық, бірақ бұрын запускать еткендіктен NoDaemon'да игнор әлі ана history деген не тұр да. Сондықтан заново запускаем. Қайтадан старт дей салайық. Вот көрінеді ме? Уже мана старт дегеннен кейін бізде рестарт болды да. NoDaemon рестарт жасады. Бірақ қазір старт дегеннен кейін, ну то есть бір сообщение жібергеннен кейін уже жасамайды да, потому что мына файлды өзгертті ғой мана. Сол үшін қайтадан нетіп жатыр да. Бір файл өзгерді, давай серверді қайтадан нетеміз деп жатыр да. NoDaemon солай жұмыс жасайды, бір файл өзгерсе қайтадан рестарт жасайды. Бірақ так как мына игнорға тықтық, сондықтан уже ол өзгерістер қарап отқан жоқ та, даже мына жақта өзгерістер болса. Ну вот қарайық. Full name Алихан Ойтан, username Ойтан, notes пустой. Отлично. Енді note жасайық. Тексеру үшін. Note. Давайте пустой note жіберейік, не болады екен. Note has been saved. Вот пустой note. Все? Нотстың ішіне бізде пустой note бар теперь. В принципе, давайте тағы да бір note қайық. Note. Set. Потом листик. Барлық командаларымыз тексеріп отырық. Вот лист жұмыс жасамай тұр. Кстати, да, листте проблема бар деп айттық қой. Енді листте қандай проблема екен көрейік. Ояққа қайда лист? Вот лист деген команда. Бізге именно мынау керек болып тұр. Но get user ID емес, бізге bot service.get user ID. Так, енді перезапустить еттік. Листеп көрейік. Вот басқа ошибка енді. Мынаның ішіндегі ошибка. Міне мынаған секіреміз. И мына жерде list notes list map та ошибка болып тұр. Бірақ сонда да get user data, но user data болу керек. Так, notes дейді. Кішкене бұл өтірік негізі. userdata.notes осылай болу керек. Енді в принципе бәрі нормально болу керек деп ойлаймын. Userdataның ішіндегі notesқа көшірдік та енді. Getting notes for дейді да. И вот біріншісі пустой, помните, мен пустой note создавать еттім міне, но. И потом мынау set, міне set. Все, в принципе, нормально. Енді админка арқылы тексеру керек. Бұл жерде де ошибка, конечно. Бұл бірақ админ сервис та, бірақ app.js-тен бірінші тексереміз. Admin. Міне admin list notes get all notes ты өзгерту керек па, көрейік. Node files await fs redir config repeater сосын node contents. Давайте мынаны user datas. Негізі datas деген сөз жоқ, бірақ қолдана берейік. Datas деген сөз жоқ вроде. Ну, то есть куб дата деген сөз айтқым келген ол, короче. Так. Каждый файл секрет. Node files. User files. User file.
Потом на try nodes равняется JSON parse. Соны парс етеді user файлды. Бірақ бізге чисто nodes емес. Чисто осы файлның контент емес. Бұл потому что user дата ғой. Точка nodes керек. Егер ондай файл болмаса, fail болады ғой. Потому что ондай файл жоқ деп айтады. Онда пустойды қайтарады. Негізі болу керек. Потому что біз уже user файлсының ішінен алып отырмыз. Конкретно осы папканың ішінде осындай файл бар деген сөз, значит. Но на всякий случай қойдық мынаны. Ладно. Так, потом user data.push. Жоқ, user data істемеуге болады, потому что мынау уже біз қайтаратын массивіміз екен. Nodes. All users nodes. Барлық юзерлардың нодстары. Ішіне push жасамыз user ID. Давайте мына жақта user ID деген да бізге, бірақ давайте біз тупо user ID емес, біз full name, жаңағы нелерді қайтарайық тоже. User name деген сияқты. Потому что user ID көп информация бермейді админға, да? Админ көргісі келеді именно атын деген сияқты. То есть мынаны алып тастасақ болады. Потому что мы уверены, как бы, да, что ол нормальный файл. Так, мынау nodes болмайды. Давайте енді user data. Мынау мне создавать еткеніміз сразу осылай жасайық. Мынау constig. Енді all user details push. И в принципе user ID-ні бұлай бөлек қосайық. Және де бір қызық бір нәрсе көрсетемін сендерге. User data. Бұл не істейді? Ол айтады, осындай объект создавать ет дейді. Ішіне user ID тық дейді. Он user ID мынаған тең болсын дейді. Және де user датаның ішіндегі барлық ключтар бар, соларды пихать ет со своими этими значениями дейді, да? То есть user ID деген бізде ключ болады, и сосын user датаның ішіндегі барлық информацияны осы жаққа тоже тығады. Сол кезде это будет выглядеть вот так. Так, манағы не қайда бізде? User service. Это будет у нас выглядеть так. И тут будет еще user ID там 45, 94, 18, 91. Вот осылай болады. То есть на user датаның ішіндегі бәрін осылай тығып тастайды. Мы как будто бы добавили еще один ключ, грубо говоря. На user датаның ішіне тағы да бір ключ қостық та. Сонда объект создавать еттік, и соны алдық та user details'ның ішіне пихать еттік. All user details. Но бізге керек емес. Хотя давайте console log traverse, чтобы вы видели, во что это превратилось. Енді мынандай ID-шка has two nodes дейді. No дейді. Бірақ мына жаққа қарасақ array и ішінде user ID тұр. Мана айтқандай да форматқа көшті. Не только user data, но еще user ID қосылды user dataның ішіне. Так, енді я хочу, чтобы видеть не только ID-шку, а имя и никнейм. Имя и никнейм.
имя и никнейм. Где-то мы делали get users notes header'дың ішінде жасадық. User ID has бірнеше length. User ID. Давайте это вот так сделаем. User ID, там nickname, бәрін осы жаққа пихать етейік. User content.username и user content.fullname. Вот міне Ойтан, Алихан Ойтан, там nickname, ID бәрі осы жерде тұр. Has two nodes дейді. Ну, в принципе, нормально. И мына жақта осындай файл. Так, сохранить идем осы салықта git add -a, git commit -m, add user details. Git push. Все, келесі салықта кездескенше. Сау болыңыздар.